қасиетті Рамазан айында өте үлкен мәселелер шешілген. Өте үлкен мәселелер шешілген. Мысалға айтылады ғой, Астанада үлкен саммит болайын деп жатыр, сол жерде мынандай үлкен мәселе шешілейін деп жатыр, немесе ертең Ташкентте үлкен жиын болайын деп жатыр, сол жерде бүкіл президенттер жиналып үлкен мәселе шешілейін деп жатыр дейді ғой. Ал қасиетті Рамазан айы бұл ішінде қадір түні бар. Әрбір таңертең сәресіде отырып қылған тілегіңізді Алла қабыл етем деп отыр. Әрбір ауыз ашарда, я Раббым, өзің маған рызқы бердің, міне сол рызқыменен мінекей аузымды ашып жатырмын. Енді менің мына тілегімді берші. Өзіме, бала-шағама, туған-туысқаныма, еліме, жұртыма, адамзатқа деп сіз ауыз ашарда тілейтін болсаңыз, тілегіңіз қабыл етеді. Әлгі саммиттерде қабылданған шешімнен 1000 есе артық ықтималдылықпенен сіздің тілегіңіз қабыл етіледі. Иншалла. Және бұл айда 1000 айдан да қайырлы қадір түні келе жатыр. Қадір түні. Қадір түнінде Жәбірейіл періште бір елдердің президенті емес, президенттердің өзінің қолында барлық мүмкіншілік жоқ. Ал Алладан тікелей уәкіл болып, періштелердің ұлығы болған Жәбірейіл періште басқа періштелерді бастап жер бетіне түседі. Аспан мен жердің арасында сәлем жалғасады. Мінекей сол қадір түні келе жатыр. Ал біздің бүгінгі түннен бастап ауыз бекіткеніміз сол қадір түніндегі дұғамыздың қабыл болуына себеп болуы мүмкін. Әрбір күні тілеген тілегіміз, әрбір түні айтқан тілектеріміз қабыл болайын деп тұр. Бізге қиын нәрсе Аллаға қиын емес. Біздің жүрегімізде әртүрлі аурулар бар, дерттер бар. Біреуіміз арақ қоя алмай жүрміз, біреуіміз өтірік айтқанымызды қоя алмай жүрміз, біреуіміз грубит еткенімізді, жанымыздағы адамның жүрегін ауыртқанды қоймай жүрміз, біреуіміз жаңағы қарыз аламыз, құмар ойын ойнап қойып жатырмыз, Алла сақтасын. Осы кездерде нәпсінің қалаулары деген әртүрлі жақтан бір ғалым кісі айтқандай, пенде бейшара денесінде 9 тесік бар, содан ләззат көргісі кеп тентіреп жүр ғой дегендей, расында біз қазір нәпсінің қалауларына тұмсығымызды тығып алып шыға алмай жүрміз. Міне сол қиыншылықтардан алып шығуға мүмкіншілік берілген ай.